Сәлем достар, сіздермен корей тілін оңай әрі қызықты үйрететін Ахниет арнасы. Бүгін сіздермен ең қажетті сыпайы 25 фразаны үйренетін боламыз. Алдыңғы жолы мен informal, яғни өзіңіздің досыңызбен немесе өзіңіздің жасы кіші адамдармен қалай сөйлесетін informal түрін, яғни сыпайы емес түрін үйреткен болатынмын. Енді осы жолы сыпайы түрлерін үйрететін боламын. Сыпайы емес дегендегі мен айтқым келгені, мысалы бізде сәлем деген ол аньон болатын болса, сәлеметсіз бе ол 안녕하세요. яғни осылай корей халқы да үлкен кісілерге сәлеметсіз бе деп, өзімен жасы кішкентайларға сәлем деп солай сөйлейді. Сондықтан мен екі видеоға осылай бөлдім. Ендеше бастайық. Ең бірінші сөз әрине сәлеметсіз бе деген сөзден бастаймыз. Ол 안녕하세요. 안녕하세요. Кәрістер білесіздер, әрқашанда өздерінің басын иіп айтады. Сондықтан сіздер 안녕하세요 деп осылай келін сәлем салғандай етіп сәлем салып айтсаңыздар болады. Немесе егер сәлем салу сіздерге слишком деп есептейтін болсаңыздар, жай ғана басыңызды былай исеңіз болады. Сонда 안녕하세요. 안녕하세요. Шашым жатып кетті. Солай айтасыздар. Енді келесі сөз 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Бұл сөз жалпы қоштасып жатқан кезде айтатын сөз, сау болыңыз деген сөз. Бірақ бұл жерде 안녕히 가세요 деген сіз қалып жатырсыз және ол кісі кетіп бара жатыр. Яғни кетіп бара жатқан кісіге сіз 안녕히 가세요 деп айтасыздар. 안녕히 가세요. яғни 안녕히 деген жақсы деген сөз, 가세요 деген жетіп алыңыз. Яғни жақсы жетіп алыңыз, жолыңыз болсын деген сөз. Ал енді келесі сөз 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Бұл сөз сіз кетіп бара жатсыз, ол кісі қалып жатыр. Мысалы сіз сауда жасап жатырсыз да, саудагер кассада тұрған кісіге сіз өзіңіз кетесіз ғой, енді төлеп болған соң, сол кісіге 안녕히 계세요, яғни жақсы қалыңыз деген сөз, сау болыңыз деген сөз ғой. Бірақ сол өзіңіз кетіп бара жатқан кезде ол кісіге 안녕히 계세요 деп айтып кетесіз. Бұл кезде басында қатты шатасасыздар, себебі 가세요 деп айтам ба, 계세요 деп айтам ба, мен қайсысы кетіп бара жатқан адам ба, қалып жатқан адам ба деп кішкене шатасасыздар. Бірақ та уақыт өте келе бұны жаттап алуға болады. Немесе егер де шатасып бара жатсаңыздар, менен лайфхак 안녕히 계세요 деп айтсаңыздар болады. Яғни кішкене 가세요, 계세요ны орташа 안녕히 дегенді қатты айтасыздар да, ана қалған сөзді кішкене даусыңызды кішірейтесіз, сол кезде даусыңызды кішкене азайтасыз, сол кезде байқалмайды. Сонда 안녕히 계세요 деп айтасыздар. Негізі дұрыстап жаттап алыңыздар. Кетіп жатқан адамға 안녕히 가세요, ал егер де қалып жатқан адамға, қалып қара жатқан, сіз өзіңіз кетіп жатсаңыз 안녕히 계세요, жақсы қалыңыз деген сөз. Келесі сөз 안녕히 주무세요. 안녕히 주무세요. яғни 안녕히 деген жалпы жақсы деген сөз, 주무세요 деген ұйықтаңыз. Яғни бұл сөз қайырлы түн деген сөз. Қайырлы түн, жақсы ұйықтаңыз деген сөз. Жалпы информал кезінде, сыпайы емес кезінде мен сіздерге бұны да айтқан, бұны да үйреткен болатынбыз. Естеріңізге түсіріп көрдіңіздер, қандай? 잘 자 деген сөз. 잘 자. өзіңізден кішкентайларға 잘 자 дейсіздер. Ал егер мысалы үлкен анаңызға немесе әкеңізге 안녕히 주무세요, яғни қайырлы түн. Енді келесі сөз қайырлы таң үйренеміз. Ол 안녕히 주무셨어요. 안녕히 주무셨어요. яғни бұның егер де информал түрін алдыңғы видеоны егер қараған болсаңыздар, онда 잘 잤어 деген болатын болса, онда оның сыпайы түрі 안녕히 주무셨어요. Енді келесі сөз, бұны тамақ ішер алдында айтатын сөз. Бұл жалпы тамақ манерасы саналады. Яғни тамақтанар алдында 잘 먹겠습니다. яғни мысалы сізге анаңыз тамақ дайындап берді, столды дайындап берді, сіз тамақтанар алдында 잘 먹겠습니다. 잘 деген жақсы деген сөз, 먹다 деген тамақ жеу деген сөз, тамақтану деген сөз. Ал 먹겠습니다 деген ол жаңағы болашақ формасы, яғни 잘 먹겠습니다, жақсы жейтін боламын деген сөз ғой жалпы аударған кезде. Яғни бұны тек қана үйде ғана емес, жалпы көп адамдармен бірге тамақтанатын кезде де бірінші сол 잘 먹겠습니다 деп айтасыз, одан кейін тамақты жеп бастайсыз. 잘 먹었습니다 деген, енді келесі сөз 잘 먹었습니다. Бұл тамақтанып болғаннан кейін айтатын сөз. Яғни 없습니다, 잘 деген ол жақсы деген сөз. 먹다 деген ол жеу, яғни тамақтану. 먹었습니다 деген ол 먹다ның өткен шақтағы формасы. Яғни мен жақсы жедім, жақсы тамақтанып алдым, сізге көп рахмет деген сөз. Енді бізде келесі сөз рахмет деген сөз үйренеміз. Ол 감사합니다. 감사합니다. яғни сіз мысалы бір адамға рахметіңізді айтқыңыз келетін болса, онда 감사합니다
енді көп корей тілін білмейтін кісілерді айтып жатыр, камсамида, камсамида деп айтып шатасып жатыр. Негізі дұрыс айтылуы ол камсамнида, камсахамнида деп жазылады, бірақ ол айтылған кезде камсамнида. Камсахамниданың сыпайы емес түрі ол комао еді, қарапайым түрі, ал жалпы сыпайы түрі, құрметті түрі камсахамнида. Келесі сөз 죄송합니다. 죄송합니다. яғни кешірім өтінемін деген сөз. Бұл жалпы кез келген ыңғайсыз ситуацияға қалып қалған болатын болсаңыз, біреуді сондай ыңғайсыз ситуацияға қалдырып қалған кезде, біреудің аяғын басып кетесіз ба, немесе кешігіп келсеңіз, мысалы сабаққа кешігіп келген кезде профессордан көру үшін 죄송합니다 деп солай кешірім өтінемін деген осы сөз 죄송합니다. Енді кәрістердің ең көп қолданатын сөзі 괜찮아요. 괜찮아요. яғни бұл сөз бәрі жақсы, бәрі окей, хорошо деген сөз. Мысалы сіздің аяғыңызды біреу басып кетіп 죄송합니다 деп айтса, онда 괜찮아요, 괜찮아요. Немесе мысалы болады университетте немесе болады көшеде мысалы бір адам құлап қалды, 괜찮아요, яғни сіз жақсысыз ба, бәрі дұрыс па, сізге көмек керек емес па деген сияқты қылып сұраған. 괜찮아요 деп сұрайсыздар, ол 괜찮아요, 괜찮아요, 괜찮아 деп айтады, яғни бәрі жақсы деген сөз. Енді келесі сөз 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다 деген ол сіз бүгінгі стараться еткеніңізге рахмет, еңбегіңізге рахмет деген сөз. Бұны көп жағдайда коллегалар бір-бірімен айтқан кезде қолданады, яғни бүгін жақсы, хорошо поработали деген сөз. Бүгін өте жақсы жұмыс істедік, бүгінгі еңбектеріңізге рахмет деген сөз. 수고하셨습니다 деп бір адамның еңбегін бағалаған кезде осылай айтасыздар. Енді келесі сөз корейше иә деп айту, ол не. Жалпы қазақтардың құлағына не деген түрпідей тиеді. Өйткені мен бірінші Кореяға келген кезде не деген сөзді иә деген аудармасын білем, бірақ бір кісі біреуге түсініп жатыр да, мысалы оңға барасың, жолда потом былай солға барасың, одан кейін оңға барасың деген сияқты сөзде не деп тұрды да. Как будто маған біз дегенде не деген сөз ғой, енді грубо біреуге сұрақ қойыңыз, не болды деген сияқты ше. Вот сондай сияқты естілді да маған басында не деген кезде грубо естілді, бірақ қазір уже құлағым үйреніп кетті, яғни я деп айтқан кезде не деп айтылады. Сол үшін бірінші келген кезде кішкене құлақтарыңызға біртүрлі тиіп жатуы мүмкін. Енді келесі сөз жоқ деген сөз, ол анио, яғни егер де сіз жоқ деп жауап беретін болсаңыз, анио деп айтасыз. Немесе мысалы сізге көмектесейін ба, сіздің барлық жағдайыңыз жақсы ма, анио, жоқ деген сөз. Ал анио деген мысалы сізге анио, 아직 안 먹었어요 деп, яғни әлі жеген жоқпын деген, жоқ деген сөзді анио. Енді келесі 왜요. Алдында видеоны көрген болсаңыздар, 왜 дегенді естідіңіздер ме? 왜 деген неге еді? Енді соның сыпайы формасы 왜요. Түскі асқа мына жаққа барайық, басқа кафеге барайық бүгін десе, 왜요? Яғни бір нәрсе болып қалма, неге деген сөз сұрақ қойған кезде 왜요. Енді келесі 좋아요. Я маған ұнайды деген сөз. Яғни мысалы сізге бір жақсы мына түс қалай екен деген сөз 좋아요 деп айтсаңыздар болады. Немесе ол 좋아요는 кейде ұнайдыдан бөлек окей дегенде орнына қолданады. Мысалы бүгін мороженое емес, давай кофе ішейік дейді. 좋아요. Окей, кеттік деген сөз. Енді келесі 싫어요 деген ол ұнатпаймын, маған ұнамайды, қойшы деген сөз. Яғни біз сізге бір ұнамайтын нәрсе предлагать еткен кезде, ұсынған кезде 싫어요. Енді келесі сөз, біздегі қазақшада алло, телефонда біреу звондаған кезде алло дейміз ғой. Сол кезде 여보세요, яғни корей тілінде сіз телефонды алған кезде алло деп емес, 여보세요 деп айтасыздар. Бірақ бұл жерде бір нәрсеге абай болыңыздар, себебі 여보세요 дегендегі 여보 деген бастапқы сөзі, йобо деген ол жалпы әйелі мен күйеуі бір-біріне жаным деп айтқан кезде йобо деп бір-біріне айтады. Сондықтан йобо сео деп асықпай айтып қалмаңыздар, себебі өйткені жаным деген сияқты ой естіліп қалады. Сондықтан йобсео деп тезірек солай алло деген кезде йобсео, яғни йобо сео деп асықпай емес, йобсео деп тез айтыңыздар. Бұл алло деп айтқан, телефонмен звондаған кезде алло деген сөз. Енді келесі сөз мо дышилле요. Негізі дышида деген сөз, жалпы тамақтану деген сөз. Бұл сөзді мо могылле요 деп те сұрауға болады, яғни не жейсің деген сөз.
бірақ оның кішкене сыпайы, мысалы үлкен кісіге айтатын, мысалы атаңызға немесе өзіңізден жасы үлкен немесе лауазымы үлкен бастыққа айтқан кезде мо дешілео, яғни немесе жалпы кафеде тұрған кезде сізге, яғни клиентке мо дешілео деп айтады, яғни сіз не қалайсыз, не жейсіз, не таңдайсыз деген кезде осы не жегіңіз келіп тұр деген кезде мо дешілео деп айтасыздар. Енді келесі мо машилео, яғни сіз не ішкіңіз келеді деген сұрақ. Және де келесі сөз жусео, яғни бір нәрсе сұрап тұрсыз, беріңізші деген сөз, ол жусео, яғни иго жусео, наны беріңізші, немесе кофе жусео, кофе беріңізші деген сияқты. Енді келесі көп қолданатын сөз 화장실 어디예요? әжетхана қай жерде? Яғни сіз жаңадан басқа танымайтын жерге келсеңіз, онда кәріс адамдардан 화장실 어디예요? Әжетхана қай жерде деп сұрай аласыз. Енді келесі сөз, адамды егер танымайтын болатын болсаңыз, онда 이름이 뭐예요? Есіміңіз кім? Яғни 이름이 뭐예요? Ал енді келесі сөз, 제 이름은 ары қарай өзіңіздің атын айтасыз. Яғни сізден мысалы 이름이 뭐예요 деп сұраса, мен 제 이름은 ақниет이에요. Яғни сізден сұрақты соңында қалай қояды, солай жауап беру керексіз. Және де егер де мысалы сыпайы түрінің де басқа түрлері бар ғой енді. 제 이름이 무엇입니까 деп сұраса, 제 이름은 ақниет입니다. 이름이 뭐예요? 제 이름은 ақниет이에요. Және де оның мен алдыңғы видеомда сіздерге өзіңіздің досыңызға немесе өзіңіздің кішкентай адамға айтатын түрін айтқан болатынмын. Яғни 이름이 뭐야? 내 이름은 ақниетия. Яғни атың кім? Мен атым ақниет деген сияқты. Ал егер де сіз деп айтатын болсаңыз, 이름이 뭐예요? Атыңыз, есіміңіз кім? 제 이름은 ақниет이에요. Менің есімім ақниет. Енді келесі сөз, жаңағы бір-біріңізге атыңызды сұрап таныс болғаннан кейін, 만나서 반가워요. Яғни бұл танысқаныма қуаныштымын, кездескеніме қуаныштымын. Бірінші танысқан кезде осы сөздерді қолдансаңыздар болады. Енді келесі 다음에 봐요. Яғни сіз адаммен қоштасып жатқан кезде 다음에 봐요, яғни сау болыңыз деген кезде, келесі кездескенше деген кезде 다음에 봐요. Ал енді бүгінгі біздің үйренген сыпайы түрдегі корейше фразалар сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де солай болатын болса, пікірлеріңізді қалдырып, маған лайк басып, егер де корей тілін ары қарай үйренгілеріңіз келетін болса, онда каналыма жазылып алыңыздар. 다음에 봐요. 안녕!